Кешір қандар мен мырзалар, келіп атқан жақсылар, айтулы азаматтар, зиялы қауым өкілдері, қош келдіңіздер дейміз баршаңызға. Енді барлықтарыңыз назарларыңыз үлкен LED экрандарда болсын. Жанұямыздың тәттілігін өткен тарихқа көз жүгіртейік. Ескіні еске түсіріп, жастық шағымызға оралып қайтайық. Ай 10 күн толғайды, өмірге мені жолдайды. 6 қат аспан астында анамдай адал болмайды, анамдай адам болмайды. Жалғызым жаным жан апам, мақтадам қалақан. Ананың жаны бос тұрғай, баланың жаны балапан. Адамды Алла көп сынар, әкенің сөзі оқ шығар, анаңдай сұлу адамзат. Ана өмірдің гүлі, тіршіліктің бастауы, сарқылмас қазына. Отбасының берекесін кіргізіп, бала шағасының бағын асырып, шапағатын төгіп отырған ардақты жан. Бүгін сол ақ сүт беріп әлдилеген анамыз Қалиева Айзада Тарбай қызы 75 жасқа толды. Менің апам Жанашыр. Апам отбасының тірегі. Өмір тәжірибесі мол және жақсы адам. Менің апам парасатты. Менің апам ақкөңіл және даналы адам. Апамның жүрегі жылы. Жүрегіміздің қуанышы, отбасымыздың тірегі. Апа жақымды, қайымды. Біздің өміріміздің нұры. Апам сабырлы, адал, иманды. Апа, біз сізді жақсы көреміз. Өнегелі өмірмен өзгелерге үлгі болып, ана деген қасиетті ұғымның атына кір келтірмей, абыроймен көтеріп жүрген ардақтымыздың ғұмыр дариясына үңіліп көрсек. Бір 1950 жылдың қоңыр күзі. Шымкент қаласының аспанында алтын жапырақтар сыбдыр қағып тұрған шақта жарық дүниеге бір сәби келді. Бұл болашақта бір әулеттің берекесіне айналатын жүрегі жылы, жүзі нұрлы біздің ардақты анамыз Қалиева Айзада Тарбай қызы еді. Бала күннен еңбекқор, ұқыпты, мейірімді болып өсті. Мектеп партасынан бастап-ақ тәртіп пен тазалықты серік етті. Ал 1967 жылы нөмірі 123 училищенің табалдырығын аттаған жас қыз өмірдің жаңа белесіне қадам басты. Еңбекке ерте араласқан тоқма фабрикасының ыстық цехында маңдайынан тамған әр тамшы тер ел еңсесін көтерген еңбектің нышаны еді. Кейін әмбебап дүкен мен ет комбинатында адалдық пен жауапкершілікті ту етті. Қай жерде жүрсе де ізі ізгілікке, сөзі шынайылыққа толы болды. Айзада Тарбай қызы өнегелі өмірінде шуақты шаңырағының алтын діңгегіне айналған үлкен есім иесі. Қара шаңырақтың қадірін ұғынып, қасиетін түсініп, дәстүрін жалғаған, бір әулеттің көшін өрге тартқан қажырлы жан. Әкеміз Амангелді Қалиев екеуі 30 жыл отасып, 2 қыз, 1 ұл сүйді. Олар осы ширек ғасырда отбасының ынтымақ бірлігін уысында ұстап, жанұяның ырыс берекесіне айналды. Ұл қыздарын ел азаматы деңгейіне жеткізіп, ғұмырын ғибратқа толтырды. Күйеуім институт бітірген, жақсы адам болды. Енем таныстырды күйеуіммен. Адам, мен еш уақытта ойламаппын етіп. Үлкен, оқыған, қызыл дипломға бітірген, өте институтта жүргеннің өзінде профорк болып істеген, анасы болған, әкесі қайтыс болып кеткен. Профорк болып істеп, 3-4 курстан бастап 1 курсқа сабақ берген университетте. Сондай ақылды, өте адам болды. Өмірдің ақырына шейін сондай болды. Еңбекке беріліп істеді. Почетный доскадан түспеді. Балаларға жақсы қарады, қаталдау болды. Сабағын жақсы оқы. Бекерге жүрме, таза жүр, таза тұр, ешкім ештеңкесін алма. Бұл өмірде жақсы жүрген адам жақсы өмір сүреді. Байлықтың керегі жоқ, ақшаның. Адал еңбегімен тап деп осы балаларға айтып өтті. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы.
Әкеміз Амангелді екеуі тағдырдың жарасымды жұбы еді. Бірі парасат пен табандылықтың, бірі мейірім мен сабырдың символы. Олар бір-біріне тірек, ұрпақтарына үлгі бола білді. Әкеміз Амангелді Қалиевтің кісілік келбеті мен адами тұлғасы, туралыққа бастайтын ақыл кеңесі ол қызына өмірлік азық болды. Адам ұрпағымен бақытты. Отбасы тірегіне айналған әкеміздің қазасы қабырғаны қайыстырса да, сыйластыққа, бауырмалдыққа бағытталған әулеттің тамыры алып бәйтеректей терең тартты. Немерелер мен шөберелер тарады. Менің әкем өмірлік көп насихат айтқан. Соның ішіндегі негізі өзіме қалып кеткені, сөйгеме өте қатты ұстанатын, өзін бала-шағама айтып жүретін. Ол негізі айтатын, егер мүмкіндік болса, басқаларға, туысқаныңа болсын, жақындағың болсын, жақсылық істе. Егер жақсылық істемесең, үндеме дейтін. Сенен жамандық тимесін дейтін. Сол ұстанымды өмірлік ұстанымыз деп алғам, бала-шағама да соны түсіндірем. 3 перзент, 3 бақ, 3 қуаныш. Қыздарының инабаттылығы мен ұлының жауапкершілігі аналық тәрбиенің көрінісі. Тұңғышы Айсұлу 1971 жылдың 29 мамырында өмірге келген. Ақылды, ұстамды, отбасына берік жан. Тұрмыста 2 қызы мен 1 ұлы бар. Келіні мен немересін сүйіп отырған аналық мейірімнің жалғасы іспетті. Екінші қызы Алтын 1973 жылдың 3 сәуірінде дүние есігін ашқан. 2019 жылы жолдасы қайғылы жағдайда көз жұмғанымен 3 ұл мен 1 қызын адалдық пен мейіріммен тәрбиеледі. Ал кенжесі Амангелді 1980 жылдың 30 наурызында туған. Еңбекқор, сабырлы, шаңырақтың иесі. Аяулы жары екеуі 6 қызғалдақтың ата-анасы. Әр бала өзінің анасына, ата-анасына барлық жақсылықты тілейді. Біріншіден дені саулығын, екіншіден ұзақ алтында жүрсе деп. Біздің қызығымызға, біздің жетістіктерімізге толық қуанып, қуанышпен ортақ болып жүрген, көзінде жаңа қуаныш жарығын көргенімізге не жетсін? Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Сол қартаймағанымыз дұрыс шығар. Сыйластық пен сүйіспеншілікке толы шаңырақтан 13 немере мен 1 шөбере тараған. Қиындыққа қайыспай, демеу болар жолдасының жоқтығын білдірмей, еткен бейнеттің зейнетін көрер сәтте келді. Бүгінде немерелер мен шөберенің күлкісі өмірінің ең тәтті сыйы. Әр балаға, қызға осындай ана болса қуанышты, бақытты болар еді деп. Себебі мен 30 жылдан бері көріп өстім, бірге өстік, бірге көрдік барлық жағдайды осы әулеттегі. Бір рет біреуге ренжіп, біреуге реніш айтып, қабағын шытқанын көрген емеспін бұл кісінің. Сондықтан мен айтар едім, бұл кісі бақытты адам, бақытты апа, бақытты әже, бақытты ана деп айтуға болады бұл апаны. Себебі өзінің өсірген балдарын осы күнде жемісін көріп жатыр. Немере көріп жатыр. Әр немерелерін өсіруге, бәрін өндіруге көмек салып, ат салысып, бір кісідей бәріне көмектескен жан. Сондықтан біз бұл анамызбен қуанамыз. Анамыз бақытты болса, біз өзімізді бақытты деп есептейміз. Сондықтан бүгінгі күнде осы жағдайға келіп, 75 жасқа толып, ұл қыздары жиналып, осындай бір мерейтой істеп береміз деген ниеттері қабыл болсын, апамыз 100 жасасын. Орында емес, сөз айтсам да, орында емес, іс-әрекет жасасам да, әрқашанда мені қорғайтын. Өте шыдамды деп айтамын өз әжемді. Кез келген бір жағдайда жан жақты болып, екі жақты да татуастырып, өзі де қапа болмай, әрқашан бәрін кешіретін ең мейірімді адам деп сыйлаймын өз апамды. Міне, өмірінің 75-ке толған сәті жай күн ғана емес, тұтас ғұмырдың салтанаты. Бұл төзім мен мейірімнің, еңбектің және аналық махаббаттың жеңісі. Әлдиле
саябақ құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын. Бірақ өмірдің қызығы да көп, жаңа ыстық суығы да көп. Шалым да рахметін айтып кеткен бұл өмірден. Қайтыс болардан 3 күн бұрын қатты қысылып больницада жатты. Азизда, мен саған ризамын. Ыстығыма көңдің, суығыма тоңдың. Мына балалар саған жақсы қарайтын шығар енді. Осыларға сенемін деп. Бірінші қызым тұрмысқа шыққан, ол 2-ші курс оқып жатыр еді ол кезде. 2-ші қызым кейін шықты тұрмысқа. Ризашылығын айтып кетті. Енем де солай ризашылығын айтып кетті. Балалардың енді бақытты болсын балалар, соғыс болмасын елімізде. Тыныштық болса екен, осы жастар жақсы өмір сүрсе екен деймін. Көріп өттік қой бәрі. Менің анам кішкентай кезімізден барын салды бізге. Тәрбиедеді, мейіріммен ешқашан 98 жылдан кейін де әкем қайтқаннан кейін оны бізге білдірткен жоқ. Анама мен өте қатты шексіз ризамын. Өйткені анамыз өте көп қиындық өтсе де бізге барын, сол өзінің барын салып, білім болсын, тәрбие болсын, басқа да қарараттай да көмек дегендей осы 3 баласын тәрбиелеп, осы жағдайға әкеліп отқан анамыздың тәрбиесі, анамыздың мейірімі. Анама шексіз мен рахметім бар. Уақыт алға жылжиды, бірақ жақсы адамның ізі еш қашан өшпейді. Оның жылы жүзі, ақ тілеуі, мейірімге толы көзі ұрпақ жадында мәңгі сақталады. Сіздерге үлкен рахмет, біздің анамызды үстіп сыйлап келгендеріңізге. Сіздер де осындай той көріңіздер. Құда, жекжат, достар, туысқан, аман болыңыздар. Аяулы ана, 75 жасыңыз, мерейлі шағыңыз құтты болсын. Өміріңіз нұрға, жүрегіңіз шаттыққа, әр күніңіз бақытқа толсын. Сіз отбасының шамшырағы, өз ұрпағыңыздың мәңгі мақтанышысыз. Көңіліңді көктемдей көзіңнен танимын, көзіңнен танимын. Сахна төрінде халықаралық би байқауларының лауреаты Қазына би ансамблі. Алмалы бақ.
мырзалар, біз бастаймыз. Ал енді қарсы алыңдар, жасылар қол соғыңдар, бұл кешті басқаратын Берік Жорабеков. Қазақтың әрбір сөзі тренд. 15-інде отау естесе, қазақтың данасы Абай Құнанбаев 16 жасында әке атанған деседі. Расында бәріміздің әкеміз Құнанбайдай бола бермейтіні белгілі. Бірақ та біз секілді орта шаруаның ұлы 20-22 жасында отау құрса, онда 60 атамыздан бергі тойланып келе жатқан сан ғасырдың сарқыт саналатын мерейтойға қош келдіңіздер. Чота Чимкен чапалақтарыңыздың дым настроениесі жоқ қой деп адым. Құрметті достар, давайте бірден тойға кіріп кетейік. Құрметті достар, ақ жаулығын кірлетпаған, кие артқан біздің Айзада анамыздың 75 жастық мерейлі мерекесіне қош келдіңіздер. Міне, құрметті достар, бүгінгі кешті осылай бір жоғарғы нотада бастайық. Шәкәрім айтқандай, бұл әнім басқа әннен өзгерек. Расында бұл той басқа тойдан көш ілгері тұр. Себебі етіп айтатыным, ойдан ойдың несі артық, оқайласар ой артық, тойдан тойдың несі артық, қаумаласқан ел артық дейді. Қарап отырсам ақ тілегін арқалап келген ағайының өзі керемет бір зиялы қауым өкілдері. О, бата бергенде білегіңді талдыр жіберетін елдің абыз ақсақалдары отыр. Ақ жаулығын кірлетпеген абзал аналарымыз отыр. Арқардың құлжасындай болған ағаларымыз жүр. Сөздері кесек-кесек болған кемеңгер ұстаздарымыз отыр ағайын. Аттың үстінде жүрген азаматтарды көріп, бүгін мен қуанып отырмын ардақты ағайын. Сондықтан бүгін енді дүйім жұртты жиып, адалынан алтын дастархан жайып, қазақи қасиетпен қалыптасқан Қалиевтер әулетінің қуанышы баршаңызға жұғысты болсын ағайын. Мында баса, құрметті достар, қазақта айтады, адам жарылқаса ас береді, адам жарылқаса жас береді дейді. Бүгін расында Алла тағала кемеңгер жастың төріне шығарған асыл анамыздың 75 жылдық мерейлі мерекесі. Бұндай той екінің біріне егіздің сынарын ардақтаған бұйыра бермейді. Бірақ бүгін расында анамызға осындай керемет жас бұйырған екен, өзінен тараған ұрпағы жақсылыққа кеңелтіп, алтын дастархан жайып жатыр. Бір айтарым, осындай той ырысты, ананы құрметтеу той баршамызға жұғысты болсын ағайын. Сондықтан бүгінгі кештің өзі де ерекше бір басталады ағайын. Себебі қазір сахнаның төріне анамызды алдына қойып, елден ақпат алам деген ұлы біздің аман келді. Әуезді әммен ардақтағайын анамызды ортаға алып шығады. Ал сіздер сол бір тамаша сәтке куәгер болыңыздар, әнмен бірге тербеліңіздер ағайын. Аналарымыз аман болсын. Әрине, Берік Шойының орындауында, құрметті достар. Жүрсем сағынарым, сағынсам шабығарым, анашым бір өзіңсіз қамығама. Анашым шалқып күлсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған соң қарыңмын, қияға шырқарыңмын, бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын.
жүрсең, алдыңда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды. Достар, бірге шырқай. Көңілім ортаймайды, анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Расында анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Аналарымыз аман болсын, ағайын. Не деген қошемет, не деген ұжандарым сол, нана. Расында, құрметті достар, 9 ай, 9 күн ана құрсағында жатамыз. Сол жерде мейірім мен жақсылыққа қанамыз. Содан кейін барып, өмір есігін ашамыз. Тағы да 3-4 жыл ананың алақанында боламыз. Расында біріміз есейіп, біріміз бой жетіп, біріміз ер жетіп барамыз. Бірақ біз ананың жүрегінде мәңгі қаламыз. Сол үшін де, құрметті достар, біз аналардың алдында мәңгілік қарыздармыз. Апа, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Алла берген жаста жақсылықпен көріңіз. Аллаға сан шүкір, атамның қасиетті қара шаңырағын түтінін түзу етіп, қазанын қайнатып, 3 перзентті өмірге әкеліп, 13 немеренің, бір шөберенің алақанына май жалаған апамның тойы баршаңызға ғайын тағы да жұғысты болсын дегім келеді. Ана жан ойнап күлші тойыңда. Енді, құрметті достар, анамыздан тараған ұл қыздар, күйеу балдар, немерелер бәрі бүгін апа қасымызда. Сол ұрпақты біз енді ортаға шақырайын деп тұрмыз. Сондықтан бүгін сізді арнайы құттықтайтын анамыздан тараған ұл қыздар және де күйеу бала келіндер, немере шөберелер келатыр, ардақты ағайын. Мырзалықтарыңыз болсын. Бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана жан ойнап күлші тойыңда, болмасын қайғы ойым ойыңда. Бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ей, бақытым деп бағалай, сен қуанып қалардай, ерекше сый жасайын тойыңа. Ана, күндей жарық көздеріңіз, ана, балдай тәтті сөздеріңіз. Ал апа, тіл көзіміз тасқа, ұрпағыңызбен мын жасаңыз, тік тұрып осылай сұлу қартайыңыз. Өзі қазақта айтады, жақсы күйеу 25 жылдан кейін көке деген ағайын сөз бар. Себебі мен әңгіменің әлқиссасын осы шаңырақтың тұңғыш қызының Құдай қосқан қосаға, елдің азаматы, жігіттің сересі Нұреке, әңгіменің әлқиссасын өзіңізден бастағым көп тұр. Сондықтан үн таяқты ұсынайын, анаңыздың мерейлі мерекесі құтты болсын деп, біз шабыт берейік ағайын. Рахмет, амада. Қош келдіңіздер, қалайық мына бүгінгі мерейтойға. Біз енді жаңада айтып жатырмыз, қазір де айтамыз, бұл кісіге айта беретін тілек көп. Сондықтан бүгінгі той құтты болсын, апа. Міне немерелеріңіз, шөбереңіз, қыздарыңыздың бәрі алдыңызда. Осылардың бәрін өсіріп жеткіздіңіз міне. Енді жемісін көріңіз. Деніңіз сау болсын, 100 жасаңыз. Осында отырғандардың бәрінде осындай той болсын. Той беріңіздер, осындай қуанышта жиналайық сіздермен. Рахмет сіздерге. Өте әдемі, Нұреке. Енді апамның тұңғышы тәттісі, ләззатын махаббаттан өмірге келген ардақты ағайын. Қазақта айтады, ақылды қыздың артында 40 қоныстық бақыт бар дейді апа. Сондықтан 40 қоныстың бақыт иеленген тұңғыш қызыңызға үн таяқты ұсынайын. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар.
бізбен қуанышымызбен бөлісіп, осы анамыздың мерейтойына жиналып келгендеріңізге рахмет. Әр бала ана сияқты балдарына ең жақсылықты, ең жақсы нәрсені тілейді. Анашым, мамочка, Алла тағаланың берген өмірімен, денсаулықтың арқасында терең қартайып, осы біздің алдымызда шаттығып жүргеніңізді қалаймыз. Біздің мейіріміміз бен сүйіспеншілікке бөлене беріңіз. Рахмет. Енді біздің Шымкентке бір еске сап қоймасаң ағайын болмайды, сондықтан ардақты ағайын. Енді әңгіменің әлқиссасын ортаншы қызы, алтыннан қымбат қызы, құрметті достар, Алтын ханымның құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар жарасады. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Сіздерге үлкен алғыс білдірем. Сіздер өстіп біздің қуанышымызға келіп, біздің анашымыздың қуанышына келгендеріңізге үлкен сіздерге рахмет. Анашым, туған күнің құтты болсын. Біз сені қатты жақсы көреміз. 100 жаса, денің сау болсын. Әйтеуір біздің алдымызда ойнап күліп жүре бер. Мы тебя любим сені. Үлкен рахмет. Апа, қазақта айтады ғой, сүткен жені, әкенің күшін, ананың сүтін тауысқан деген ардақты ағайын. Біздің енді Амангелді бауырымыз, бұл жігіт ардақты ағайын, әкенің атын иеленген. Сондықтан әкесінің атын иеленген сүткен женің құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар жарасымды. Ассаламалейкум. Жамағат, мына жерде негізі өңкей жақындар келген. Бұл осы залда менің анамның, біздің отбасының ең жақын адамдарын шақырғанмын. Сендерге үлкен рахмет, осы келіп бізбен бірге біздің тойымызды, біздің қуанышымызды бөлісіп отқандарыңызды. Осы жерде отырғандардың бәріне мен тілеймін, негізі осындай қуаныш үйлерінде көп болсын. Осы менің анам, ол менің қуанышымды. Алла Тағала мына жерде айтып жатыр, 100 жасаңыз дейді, көп жасаңыз дейді. Мен айтайын, Алла Тағала берген уақытты берекелі, иманды, салихалы өмірді нәсіп етсін. Мен анама жәннат тілеймді. Алла Тағала бәрімізге осы жерде отырған егінен берекесін, егінен бақытын нәсіп етсін. Жақсылық көп болсын. Тағы да берік айтып кетті, осы үлкен жездеме бірінші сөз берді. Жақсы жезде дейді, әкенің орнын басады дейді. Менің әкем 97 жылы кеткен кезде осы кісі менің тәрбиемді де, менің бұзықлығымды да, менің мінезімді де көтеріп, осы Аллаға шүкір қазір тұрған осы келген жерім осы кісінің себебі бар да. Сол үшін бұл кісіге де үлкен алғыс маған. Сол үшін бірінші сөз осы кісіге дұрыс деймін. Бәріңе мына жерде жиналған адамдарға, менің екі әпшеме, балашаға, мына жерде інілерім бәріне берекелі, иманды өмір нәсіп етсін. Өткені бұл өмір бізге ақырет үшін берілген. Соны бірінші ұмытпайық. Ендігі өмір, екінші дүниеміз берекелі болсын. Анаман да тілейтін осы. Үлкен рахмет бәріңізге. Аман бауырым, Алла амандығын беріп, осы тұрған барлығымыз осы бір жұмақта сіздің анаңызбен жарқырап жүргеніңізді көруімізді нәсіп етсін Алла Тағала. Енді ардақты ағайын, апамның ізін басқан, қолындағы оқтауын алған, осы шаңырақтың ұрпағын әкелген әсел ханым бар еді деп жатырмын. Қош келдіңіз. Той құтты болсын. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Кеш жарық, алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Барлық тілектеріне мен қосылам. Біріншіден бар жақсылықты тілеймін өзгенеме. 100 жасасын. Алла Құдай қаласа екі дүниенің берекесін нәсіп етсін. Бұдан артық тілек жоқ ау деп ойлаймын өзім негізі. Мама, бақытты болыңыз, аман болыңыз. Сізге тек қана жақсылықты тілеймін. Негізі осы тойға дайындалып деп дауысы кетіп қалды. Өз жеңгеміздің дауысына қарасақ, осы кісі ғана тойға дайындалған сияқты ғой. Енді ардақты ағайын арасында бір күні бір жігіт, апа,
ең алғашқы тапқан айлығын, қараңызшы, ең алғашқы тапқан табысын 3-ке бөліп анасына әкеп беріпті. 3 бөлікке бөліп, бірінші бөлігін анама берем деп, ана мына бөлігі сізге бірінші айлығымның табысы десе, айналайын балам, бұл бөлікті маған емес, бар әкең апарып бер деп айтады дейді. Не үшін анашым десе, айналайын балам, сенің өмірге келуге себепкер бол соған әкең деп айтады дейді. Екінші бөлігін алатын шығарсыз десе, екінші бөлігін де әкең апарып бер деп айтады дейді. Не үшін анасын десе, айналайын балам, сен өмірге келгенде әлсіз едің, сені өмірге мен әкелгенде мен де әлсіз едім. Сол кезде бізге қорған болған сенің әкең апарып бер деп айтады. Ең болмаса сен 3-ші бөлігін алатын шығар десе, 3-ші бөлігін де әкең апарып бер деп айтады дейді. Анашым, бұның қасиеті неде десе, айналайын балам, сенің жұмағың менің табанымның астында. Менің жұмағым сенің әкеңнің жанарында деген екен. Сондықтан осындай әдемі әңгімені кім айтты? Біздің қазақтың аналары айтты. Аман болсын біздің аналарымыз, ағайын. Ерін қадірлеген. Сондықтан біз әкемізге алғыс айтамыз, 40 қызың ішінен осындай әдемі сіздерге мама тауып бергеніне. Сондықтан бүгінгі маманың туған күні құтты болсын. Осы сәтте просто мама бәрі үшін сізге рахмет деп бір бетінен сүйетін сәт келді ау деймін. Давайте бір қуантайықшы мамамызды. Кеттік әні. Ана жалғыз ғана жарық өмір сыйлаған, жамандыққа қимаған. Ана деген ғана маңдайымнан сыйпаған, жылы киіп жүр балам. Жан. Бұл апа конфетті тергендер мына кісілер өзі. Кезінде палаткин тойында болғандар, келін келген кезде осы кісілер терген. Сіздер енді ұмытып қалғансыздар ма? Біразың замапсыздар, бірақ біз аламыз қазір, ағайын. Сондықтан енді бір бауырлармен, мәкең бастады, міне. Нағыз джентльмен өзі. Бәрін алып өзіңіз тарай жібересіңізші мәке халыққа. Енді бір естелікке суретке түсейік, кәнеке бір жақын тұрыңыздар. Нұреке. Мәке, сізге ұқсайтын бала тауып алдым десең. Ал, құрметті фотограф, сен менің есімдесің. Бір жанұялық сурет болсын, құрметті достар. Анамыздың 75 жылдық мерейлі мерекесі құтты болсын, баршамызға жұғысты болсын. Барлығымыз осылай анамызды қадірлеуді, құрметтеуді Алла тағала маңдайымызға жазсын, Алла тағала. Бақытымның гүлді қайда екен. Рахмет айтам, той төрінен орын алыңыздар. Кәнеке, жайғасып алыңыздар сіздерде. Енді ардақты ағайын, расында жалпы қазақ емес, сонау етене мұсылман қауымы өзі ақпата бермей басымы жүрмеген халық бар, ардақты ағайын. Қарап отырсам енді біразыңыз біраз жерге барып қапсыздар, астарыңыз дәмді болсын дейін. Бірақ енді ардақты ағайын, мен салттан айнымайын. Сондықтан мен енді қазір сахнаның төріне бүгінгі тойымыздың пет-пернесін ашып беретін елдің ардақты азаматтарын, талай жанның жүрегіне осы имандықты үйтқан азаматтар шақырғым келіп отыр, ардақты ағайын. Сондықтан сахнаның төріне Шымкент қаламыздың бас имамы Бағдәулет қажының құрметіне бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар болады. Сол кісінің оң қанатында отқан, елімізге етене танылған, сөздері кесек-кесек болған кемеңгер ағаларымыз келеді, ардақты ағайын. Ол кісіге де бір мырзалық көрсетіп қойсаңыздар болады. Халиулла ағамызды да тойдың төріне шақырайық. Құрметті, міне. Рахмет. Өз бір дастарханға бір ассалаумағалейкум жететін еді ғой деп адам. Ассалаумағалейкум ағам, қош келдіңіздер. Қуаныш құтты болсын, той құтты болсын, көргенімізге қуаныштымыз. Апамыздың қуанышы құтты болсын, ардақты ағайын. Сондықтан үн таяқта еншілеріңізге ұсынайын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалаумағалейкум. Қадірменді жиналған көпшілік қауым. Құрметті ағайын туысқандар. Әуелі Алла тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымызға сансыз салаттар болсын. Бүгін шырайлы Шымкентіміздің керемет бір элегант
мынау мейрамханасында анамыздың 75 жылдығы үлкен бір керемет тойға куәгер болып отырмыз. Ал енді әлбетте анамызға перзенттер тіледі ғой жаңағы. 100 жасаңыз, өмір ғұмырыңыз дәмді болсын, осы немере шөберекшіліктің рахатын көрсін деп. Әлбетте жалпы қадірменді ағайындар, бүткіл аналарымыздың, ардақты атқа ие болып отқан аналарымыздың өмір ғұмырын ұзақ қылсын. Ал енді біздің бақытты баянды болуымыз перзенттердің әлбетте ананың дұғасы. Сол үшін анаңа төртінші әкеңе деді. Оны атам қазақ әкенің жақындығы жездедей дейді. Жәннаттың кілті ананың табаның аяқ астына деді. Әкенің демеді. Баланы өмір мен өлім алып келетін бұл ана. 9 ай 9 күн ұқтамай, жылаған кезде ұйықтамай, ауырған кезде бірге жылап ауыратын ол ана. Сол үшін жәннатты Алла тағала осы біздің аналардың аяқ астына. Пайғамбарлар да аналардан келді. Патшалар да аналардан келді. Ондай болса аналарымызды тірі кезінде қадірлеп қастерлеп дегім келіп отыр. Енді Аман бауырымның осындай дәрежеге келуі енді әке орнына әке деп жездесін айтып отыр ғой, өте орынды. Бірақ ана перзентіне таңертеңнен кешке дейін 5 уақыт намазында болсын, сон дұға тілекте отырады. Балам аман-есен барып келсін, ұрынып қалмасын, соғылып қалмасын, ілініп қалмасын, қандай бір пәлекеттерге көз, тіл, назарға ілініп қалмасын деп уайым қылып отырады. Кім? Бұл ана. Сол үшін иншалла осындай аналарымыз аман болсын иншалла. Алла тағалам өмір ғұмырыңыз ұзақ, қайырлығым иншалла. Немере шөберектің рахатын көре беріңіз иншалла. Ал енді сіздің абыройыңызды ақсақтатып отырған осындай баланы өзіңіз тәрбиеледіңіз аманды. Аман әлбетте атам қазақ айтады ғой, бала атаның баласы болмасын, халықтың данасы болсын. Халқына, дініне, еліне жанашыр болып, үлкен азамат болып елге танылған бұл Аманжанның осында дәріге жету тағы да сол ананың батасы, дұғасы деп келіп отыр. Сол үшін атам қазақ жайдан жай айтпайды. Баталы ері арымайды, батасы ері жарымайды. Жаңбыр менен жерге көрер, бата менен ерге көрер дейді. Алтын алма, дұғалы емес пе дейді. Сол үшін әр уақыт Аманжан күніге сол анасының дұғасын алып отқан шығар, сол дұғамен, батамен өсіп өркендейді перзент. Ал ата-ананың ризашын алмаса жағдайымыз қиын. Сол үшін қасиетті Құранда ата-анаңа үф деме дейді. Үф деме деген негізі қазақтың тілінде айтқан, жалпақ тілінде жекіме дейді. Ата-анаңа дауыс көтерме дейді. Енді қызым саған айтам, келін сенікі да демекші, ата-анасы барлардың құлағына алтын сырға. Біз егер бақытты болғымыз келсе, ата-ананың ризашылығы керек. Тағы бір мысал айтып келеді, енді микрофонды алып қалғаннан кейін біз билеуге өлең айтуға келген жоқпыз, ақыр өсиетімізді айтуға келдік. Бір батыр, тамақ бере берсеңіз, жаным, асықшы 12-ке дейін ғой той. Беріп бересің бе, мен сөйлей берейін. Ана сүйінші сұрайын деп тұрғам ғой, сүйінші тамақ келді деп, көке сол тамақты беріп берейсіз асты енді. Құрметті жігіттер, қыздар, тамақ шығарып жіберіңдер, алтындарым сол үлкен асты, одан кейін әңгімесін ардақтағы ағайын осы тамақтың аясында қалдырайық. Дұрыс па ардақтағы ағайын? Мархабат, келіңіздер. Қадірменді ағайындар, ас қазанға керекті мына тамақ, бір күндік азық мынау, бір күн керекті. Абай айтады, ең керек рухани азық дейді. Рухани нәр дейді. Дүниесі бар адам емес, рухани бай адам бақытты дейді. Сол үшін сіздерге айтқанда рухани азық нәр бер деген ниет біздікі. Ол тамақтың бір күнге керек нәрсе ол. Тоя саламыз. Ал енді астарыңыз дәмді болсын. Мен бір хикаяны айтып өтем болды сонымен. Бір батыр жауға шапса, анау несін киіп шығады екен, не дейді еді? Сауытын.
жаңағы ал батыр өмір кимейді деген сауытты. Ешқандай соғыста сауыт кимесе де жарадар болмайды, сондай жеңіспен келеді екен. Тағы бір заманда ойбай соғыс болды, ана батырды шақыр деген екен. Сол кезде батырды шақырады, қараса батыр аттың үстінде келе жатыр, сауыт киіп апты. Өмір сауыт кимеген ғой, көрмеген. Ай, батыр, сен өмір соғысқа аттанырған сауыт кимедің ғой. Неге сауыт киіп алдың десе, менің сауытым дүниеден өтті деген екен. Сөйтсем, анасы дүниеден өтіпті. Мен соғысқа аттанарда анамның батасын алып шығатын ем, дұғасын алып шығатын, сол қалқан боп қалатын еді деген екен де, көрдіңіз ба? Анамнан айырылдым, сол үшін мен сауытымды кие білгім сол демек. Сол үшін қадірмен ағайындар, ата-ананың тірі кезінде қадірлеп қастерлейік. Иншалла, солардың риза алсақ, бұл Алла Тағалаға бізге екі дүниесін береді дегім келеді. Алла разы болсын. Үлкен рахмет, ұстаз. Өзі әдемі әңгімемен жеген ас сіндірек болады дейді. Ағайын, алдағы астарыңыз дәмді болсын. Тағы да біз енді әңгіменің жақсысын, дәмдісін Бақдәулет қажының еншісіне ардақтағайын ұсынып отырмыз. Мархабат. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтаулар бүкіл әлемдердің жаратушысы Раббымыз Алла Тағалаға тән, пайғамбарымызға, оның отбасына Алланың сәлемімен игілігі болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған менің аман құрдасымның анасы, Айзада анамыздың ағайындары, жекжаттары, туысқандары, жалпы аман бауырымыздың достары, баршаларыңызға ассалаумағалейкум, той құтты болсын дегім келеді. Енді жаңа жоғарыда ағамыз, Қалиулла ағамыз, Жалаңтос батырдың жақсы қиссасын айтып өтті. Қалиулла ағамыз да қазір сауыт киіп жүр, осы жақында дүниеден анасынан айырылып, Алла рахымын алсын дегім келеді. Осы көпшіліктің алдында көпшілікпен жасалған дұға ол қабыл болады деген, қайырлы қаза болсын, иман саламатты болсын дегім келеді. Ал енді құрметті жиналған көпшілік, құрметті ағайындар, ана туралы айтып өттік. Ана туралы азаннан кешке дейін айта берсек еш уақытта шаршамаймыз. Жалпы пайғамбар алейхиссалам жаңа жоғарыда айтып өтті ғой аятта. Бірінші Алланың бұйрығын орындап, одан соң ата-анаңа құрмет көрсе, екеуі немесе біреу алдыңа келетін болса, оған үф деп айтпа деген аятты жоғарыда айтып өтті. Пайғамбарымыз не дейді? Ризауллаху ризау валидей, азауллаху азау валидей. Алланың разылығы ата-ананың разылығында. Ал Алланың ренжісі ата-ананың ренжісінде деген екен. Сол айтпақшы, мен ойлаймын, аман бауырымыз әрдайым анасының батасын алып, былай қарап тұрсам, жаңа бейнеден де көрдік, осы жердегі әңгімелерден де естіп жатырық. Құрдасым ғой енді. Тур өмір, мен өмірім іспеттес сияқты. Мен де сол 97 жыл студент кезімде әкемнен айырылдым. Бір үйдің ең кішкентайымын. Келіншекті ұзақтан алдым ба? Келіншекті ұзақтан аптым. Ақтөбеден. Біздікі де сол ұзақтан енді. Кетіп қала бермейді, көп үйде болады. Сол айтпақшы, құрметті көпшілік ағайындар, ана деген балаға тегін қызмет ететін жан. Қазір сенің бір қолың шығып кетіп па, немесе сынып қалып па, үйде отырып қалсаң, сен оған біреуді жалдайтын болсаң, ақы төлейсің. Ал ана деген сені құрсағынан бастап көтеріп, дүниеге өлім мен өмірдің ортасында алып келіп, 2 жасқа дейін иығында көтеріп, одан кейін 2 жастан кейін барып жүрегінде ұстап отыр. Өмір бақи. Өмір бақи. Сол себептен де пайғамбар алейхиссалам Әл-жәннатул тақтил ақтам амуалихум, жәннат ол аналардың табанында деп бекерге айтпаған. Пайғамбарымыз айтады, ата-анасы бола тұра, жәннатқа кіре алмайтын адамдарға таңым бар деген.
Ол сөзден мақсат қызмет істеп, әкесі шешесі тірі кезде сол қызмет істеп, батасын алып, айтқан істеп, жүгіріп жүріп, соның көңілін тауып, міне сол жәннатқа апаратын жол. Қаншама бізге, біз мына енді мешіт саласында, дін саласында істегеннен кейін, қаншама ата-ананы көреміз, балдарына ренжіп келіп жатқан. Алла сақтасын. Сол себептен мен ойлаймын, Құдайға шүкір, біздің аман бауырымыздың анасы бақытты деп, бақыт дегенде де әркім әртүрлі түсінеді. Бақытты біреулер байлық деп түсінсе, біреулер қызмет деп түсінеді, біреу мынау жас жігіттер сұлу келіншек дейді, әркім әртүрлі түсінеді. Олар да енді сол бақыттың бір шет жағасы ғой, бірақ дегенмен бақыт деген ол ең бірінші Алланы тану болатын болса, екінші ата-анасына қызмет істеу, ата-анасы бар адамдар. Сол себептен құрметті Айзада ана, Алла тағала сізге салихалы ұзақ өмір берсін. Мынау барлықтарыңыздың құлақтарыңызға алтын сырға, тойда тілек айтып жатқан кезде өмір жасың ұзақ болсын, бала шағаң көп болсын деген сөздерді естіп жатамыз, дұрыс па? Сол сөздерге салихалы деген сөзді қоссақ, нұр үстіне нұр болып кетер еді. Себебі бала шағаң өмір жасың ұзақ болса, көргенің пейнет болса, оның не керегі бар ондай өмірдің? Бала шағаң көп болса, бір балаң ішкіш, бір балаң алқаш болса, ол өмірден не керек, қандай пайда? Сол себептен біз осы аман бауырым сияқты 5 уақыт намазда жығылған, осындай иманды азамат болып жатса, нұр үстіне нұр болады деген. Сол себептен құрметті Айзада ана, Алла сізге салихалы ұзақ өмір берсін. Мына өсіріп жатқан ұл қыздарыңыз, мына немерелеріңізге Алла салихалы ұзақ өмір берсін. Бақытты болыңыз. Рахмет. Үлкен рахмет. Имамның тілі қылыштан өткір, қылдан нәзік дейді. Міне, қандай жарасымды әңгіме болды. Айтқан тілектің бәрі үшін жақсылыққа шалынсын деп айтайық. Ал енді иықтарыңызға бір шапан жабуға рұқсат едіңіздер. Осы шапан сіздерге шабыт берсін. Баста тақияларыңыз өздеріңізге бақыт берсін. Шапан деген 80 жасап, тақия 90 жасап, аға, өздеріңіз 100 жасқа жетіңіздер. Дұрыс, беретін молдан өзімізді көріп қуанып жатырмыз. Бүйірге только беретіндер шақырғанбыз көгі. Сондан аға, келіңіз, бір естелікке суретке түсіп алайық. Той шапқан асыл азаматтармен. Аман болыңыздар. Бақдәулет Қажекеңнің алғанын көрмеген, бұл кісінің только бергенін көрген ардақтағайын. Сонау өзі Сәтбаевта елге берген бір дүниесін көрген, онен кейін бір әңгіменің алқисасы кеп баса айташытармыз. Ал енді ардақтағайын, алдағастарыңыз әмді болсын. Енді мен сонау кезіндегі Сарыарқаның сары даласында ізі қаған Ақан Сар мен Біржан Сал болатын болса, Алатау мен Қаратаудың түйіскен жері Жыралыбы Жамбыл Жәкеңнен, Теріскейдегі Тәттімбеттен қалған сарқыттарды сахнаның төріне шақырайын деп отырмын. Сондықтан дүниені дүрсілгіндірген, Динаның ізін басқан, Көкшекті киелі домбыраны өздеріне серік еткен талантты жұлдыздар сахнаның төрінде Насқоңыр этнофольклорлық ансамблі. Қарсы алыңыздар достар, сіздер үшін. Ассаламағалейкум, той құтты болсын, қадірменді көпшілік. Баршамызға жұмысты болсын, керемет той. Бекер қарап отырған
үшін әніміз жұп болады. Отырардағы той. Құрмет қошеметпен қабыл алыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Әр қазақтың шаңырағында тек той болсын дейміз. Той басталды отырарда сұлусардың бойында, кеудесінде оты жанған қызыл құмның қойнында, аңыздарда аты қалған талай ақын толғаған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінінде қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Зілқара жер қозғалғандай палуандардай алысқан, қызғалдақтай қыздар қандай курстардан алыстан, сол қыздарға оты бар жан жүрегі отын жалғаған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінінде қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Отырардың күні бүгін қайта толы жарқырап, жырлап жатыр ұлылығын барлық аймақ атырап. Әнмен бірге тербетілем, күймен бірге толғанам, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алақанда аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәрінінде қуанышы мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Рахмет.
ансамбль, құрметті достар. Мейрам болып жатырмын үйде қайды шақырыңдар ана қыздарды биге Мейрам болып жатырмын үйде Енді құрметті достар, келіп атқан жақсылар, айтулы азаматтар, біз енді кешіміз армен қарап жалғастырайық. Енді әрине бүгін расында Әбекең қаншама мың адамды шақырып той жасасыз да жарасады, ардақты ағайын. Бірақ өз айтқандай, өзім тон ішкі бауындай, бірге өскен бауырдай, бір қолдың саласындай, бір үйдің баласындай болған ең жақын азаматтарды шақырып отыр ағайын. Бұл той баста 800 адамға болатын тұқын. Уақыт жақындаған сайын адамның саны қысқарды. Түсініп отырсыздар ғой, сіздер 800 адамның ішінен осы тойға тендерді ұтып алған ең жақындар болып табыласыздар, жандарым сол. Сондықтан, құрметті достар, осы ең жақындарының құрметіне біз лотерея ойын дайындадық. Сондықтан лотереяның ең басына, құрметті достар, бүгін Алла амандығын берсе, осында отырған бір азамат Алла амандығын берсе, ардақты ағайын, қағбада дұға қылады. Сондықтан бүгін сіздердің құрметтеріңізге Әбекеңнің атынан арнайы омраға жолдама беріледі, ардақты ағайын. Бұйырсын біреуіңізге. Енді әрбір солға қазір тойбастар береміз. Сол тойбастардың ішінде лотереяның билеті болады, алтындарымыз. Соны өздеріңіздің оң тұстарыңызға қойып, іштеріңізден салауаттарыңызды айтып отырыңыздар, ардақты ағайын, демеу болсын. Сондықтан Алла тағала осында отқан бір жанды Алла амандығын берсе, омыралық жолдаманы ұтып алсын деген ниеттеміз. Сондықтан, құрметті достар, арнайы тойбастарды алдыртуға рұқсат етіңіздер. Мархабат, жігіттер. Алланда басыңдар дақтаған біз кешті тағдармен қарап жалғастырайық. Енді бір әуезді ән болсын, осы кенже қап баратқан бір әнді енді мен өзімнің орындауымда сіздерге тарту етем. Осында отқан барша ағалардың құрметіне аңқылдақ айналайын ағаларым деген әнді мен сіздерге тарту етейін. Жоғарғыда солда отқан біздің ағаларымыз бастаған, төменгі солда отқан Нұрекең, Бәкең, Мәкең бастаған Мұрат ұстаз отыр екен ғой, жаным сол. Бүгін сіз маған аға боласыз әннің аясында. Сондықтан енді құрметті достар, ондай болса ағаларымыз аман болсын. Осы бір тамашан құрметті ағалар, сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар. Сахарадай, көңілі алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем ау деп шығатұғын. Сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қаранарым,
байтақ далаларым күнімде беркелетер. Аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Аман болыңыздар ағаларым. Аңқылдақ айналайын ағаларым, сағынсам іздеп барар аналарым. Ініңе ізіңдегі қарап жүр деп, қалдырған өздеріңді бабаларым. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым күнімде беркелетер. Аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Қандай жақсы сөзіңе сене аламын, балдай тәтті. Ерлердің ағасы бар, жағасы бар. Алдыңда ағаң болған, қандай жақсы. Қажымас қаранарым, кең байтақ беркелетер. Аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Аман болсын ағаларымыз деп бір қолыр қошемете қойық ағалардың құрметіне достар. Қажымас қаранарым, кең байтақ далаларым күнімде беркелетер. Аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Аман болыңыздар ағалар. Үлкен рахмет. Осындай бір тамаша әуезді әннен кейін мен енді сахнаның төріне біздің енді Амангелді атамыздың, апамыздың қаншама бауырлар отыр ағайын. Сондықтан енді мен сол кісілерді сахнаның төріне шақырсам, бүгін енді апамның мерейлі мерекесіне ол кісілердің де ыстық лебіз тілегін тыңдағанда жөн санадым. Сондықтан сахнаның төріне нағашылар, ағайын туған туыс бауырлар және де апамыздың құрбылары. Аттарыңыз үлкен әріппен атайын. Амангүл апа, Гүлзада апа, Мұратбек, Нұрахмет, Ғани, Күміс, Қуаныш, Индира, Әділ, Зәуреш, Әбдімүтәліп, Света, Кенжебек, Майра, және де Эльмира, Мереке, Амина, Дина, Дариға апа, Рашида апа, Асим апамызды, Ділбара апамызды тойдың төріне шақырамыз. Сондықтан аты аталған асылдар тойдың төрінен табылыңыздар. Қуаныш құтты болсын. Ағайын бауыр екемізді көрсетіп, Ғанеке, әпкеңіздің той құтты болсын деп бір еркен келіңіздер Ғанеке. Мархабат! Ай жаным, асыл жаным, керегіміз өзіңнен басқа жаным. Ай жаным. Ең әдемі билеп шыққан адамға сыйлық берем. Жандарым сол, апамның той құтты болсын. Көңілдірек! Асыл жаным, керегіміз өзіңнен басқа жаным.
Жаным, осы апаларым болмаса келіңіздер апалар, қасыма келіңіздер. Өзі 50-ге 50 қоссаң 100 болады, апаны мақтай берсең қыз болады деген әңгіме бар екен қазақта. Сондықтан енді бұл ескінің қыздары ғой ардақты ағайын, дұрыс па? Аналарым заман болсын. Енді уәде Құдайдың үйі, ең мықты билік берген қонаққа сыйлық берем деген еміз. Жаным сол. Тағы да бір сыйлық беріңдерші. Апа, ең әдемі билеп келген осы кісі болды. Білдіңіздер ғой өздеріңізде, жандарым сол. Апа, той құтты болсын. Енді ағайын, көп сөз көмір, аз сөз алтын дейді. Енді мен алтынға көшпей тұрып, апа, сіздің де көңіліңізді бір байытып қояйын. Аман болыңыздар. Енді әр топтым бір-екі кісіге берейік ағайын, дұрыс па? Одан кейін қалғанымыз 5 жылдан кейін апамның 80 жылдығына келіп сөйлейміз, жандарым сол. Сондықтан үлкен апам қайсысыңыз? Болмаса қайсыңыз бірінші күйеуге шықтыңыздар, соған берейініз. Үлкені шығады сонда өз. Бірден, апа, той құтты болсын. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я Алла, мынау Айзада бауырым, сіңлім, етек жеңің кең болсын, 4 құбылаң сай болсын. Бала шағаң бай болсын, денің сау болсын. Менен тілек мынау апаң Аманкүлден тілек сол болсын. Тойға жалғассын, ұласа берсін, бар жақсылықты тілеймін. Аумин. Ән апама, аға апама, оң қанатыңызға берейін, апа. Құрметті көпшілік, бүгінгі міне Айзада әпшеміздің туылған күні құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Бала шағаңыздың рахатын көріңіз. Алла тағала салихалы ұрпақ нәсіп етсін. Жақсылықтың бәрі сіздің әулетіңізге келе берсін. Бақытты болыңыздар. Үлкен рахмет. Ән апа. Айналайым бауырым, туған күнің құтты болсын, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Айналайым мынау ұлыңды ұяға, қызыңды қияға қондырдың. Қиындықтың бәрі артта қалды. Алда тек қана жақсылық болсын, той болсын, думан болсын. Мынау өсіріп отырған немере шөберелерін қызығын көре бер, сон тойында бас қоса берейік. Алла талам әр уақытта үйлеріңде жақсылық болсын. Айналайым мынау бауырларым келген қонақтар, келген қадамдарыңа гүл бітсін, әр уақытта жақсылықта кездесе берейік. Той қылғасын. Үлкен рахмет апа. Қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Қадырың қашса құдаңа бар, қардың ашса нағашыңа бар деген. Осында біздің Амангелді атамыздың нағашылары келіп отыр. Сонау Сырдарияның бүкіл суы барып түкпісінде келгенде аралға құйса, сол алыстан ат терлетіп, алты жазар бала келсе, кәр құлақты қария орнынан тұрып сәлем береді дейді. Сондықтан аралдан келген атамның нағашыларына бір қол ұрып қошеметтеп қойсақ жарасымды. Зәуреш апа, Кенжебек көкем ба? Қайсы? Кенжеге. Бүгін мына Айзада жеңшемнің жасыңызға жас қосып жатыр екенсіз. Жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Мына көрінген балдарыңыздың, ұлыңыздың, қызыңның рахатын көріңіз. Жаңа бәрін көрсетіп, өзіңіздің көз алдыңыздан өткен тарихыңызды айтып жатыр ғой. Сол тарихқа мен де қосылам, жеңше. Мына Амангелді інімнің дені сау болсын. Көрінген балдарың, қызығын көр. Жаңа әдемі сөздер айтылып жатыр, үлкендер айтып жатыр. Ағалар айтып кетті, сол сөзге мен де қосылам. Әр уақытта тойда басымыз қосылсын, деніміз сау болсын. Сізге денсаулық тілеймін. Зор денсаулық тілеймін. Сізді құшақтап сүйем, өйткені ыстықсыз. Жаурағанда кеп тұрыңыздар апамның қасына. Ал апамна мерейлі тойыңыз құтты болсын. Жасыңыз 100-ге келсін. Көрінген балдардың қызығын көріп, уайым қайғысыз үйде кілең той бола берсін. Амангелді Құдай, кілең тойға келейік. Аманшылық болсын. Тойға жиналған қауым, сіздердің де шаңырақтарыңызда осындай той болып, үлкендеріңіз алдыларыңызда жарқырап жүре берсін. Әрқашан Алла аманшылықта қауыша берейік.
Үлкен рахмет. Айзат апа, қазақта бір әдемі сөз бар. Арыстандай жігіт алады деген. Себебі мен қазір әңгімені ардақты ағайын осы ұлт руханиятының жанашыры, біздің осы ұлттық мүддемізді, ұлттық кодты қорғап жүрген апамның туған бауыры, елге сыйлы азамат, Алаштың азаматы Ғанияға қош келдіңіз. Bir қол ұрып қошеметтеп, Ғанияға ортаға келіңіз. Бауыры деп өзіңізге сөз ұсынайық. Рахмет, тамада Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум, қадірменді ардақты ағайындар, бүгінгі Қалиптер әулетінің жан дүниесіне жақын азаматтар, бүгінгі Айзада әпшемнің мерей тойы баршамызға құтты болсын. Осындай той жасамағандарға жұғысты болсын дегім келеді. Енді өзімді қобал жып тұрмын, өзі бүгін расында бір ерекше мен үшін, менің өзім жан дүниеме жақын бір тойдың бір ерекшелік болып атқанына қуанып отырмын. Әпке, Алланың берген ғұмырын жасай беріңіз. Молдекең айтты ғой, салиқалы ұрпақ тәрбиелеп атсыз. Сіз өте бақытты анасыз. Себебі осындай қызды қыз тәрбиелеп, ұл тәрбиелеп, қазір немерелі, шөберелі болып атсыз. Құда қаласа, алдағы ғұмырыңыз тек қана жақсылыққа жанасып, салиқалы, иманды, берекелі ғұмыр бере берсін өзіңізге. Сізді өте жақсы көреміз. Себебі үлкен ана деген, бақытты ана деген қасиетке өзіңіз жетіп отырсыз. Оның бір көрінісі, мынау ұлыңыз Амангелді, өзі жас болса да, қазір бүгін таңда осы біздің мегаполис дейді ғой, мынау үлкен шым қаламыздың осы спорт сарайларының ғимаратының басшысы болып, спорт әлемінде үлкен абыройға жетіп отыр. Бүгінде осы өз кәсібіндегі, мекемесіндегі бір үлкен азамат, абыройлы азамат. Ол енді мен өзім ойлаймын, әке мен ананың тәрбиесінен келген дүние. Сол үшін Аманжан, айналайын, мынау кәсібің енді тағы да өзің мекемемен қосып, жеке кәсіпкер болып жатсың. Құда қаласа тасың өрлей беріп, абыройың асқақтай беруіңе тілектеспін. Мына енді бүгін арнайы анамыздың осындай 75 жасқа келген кезде өзің әулеттеріңе, жан дүниелеріңе жақын адамдарды жинап, осындай қуаныш той жасап атқан, бұл да бір үлкен бір қасиеттің белгісі. Бұл тектіліктің белгісі деп ойлаймын. Құда қаласа алдағы ғұмырларың, енді қазақта айтады ғой, ұрпағымен мың жасасын деп. Құда қаласа осы әулеттеріңіз жасай берсін, сол жақсылықтардың қасында бізде табыла берейік. Бүгінгі той баршамызға құтты болсын. Осындай той қазақ ел әрбір шаңыраққа жұғысты бола берсін. Той құтты болсын баршаңызға. Рахмет Ғанияға. Құда қаласа расында жиеніңіз өзіңізден асқан елдің, Алаштың азаматы болсын деп тілек айтқым келеді. Енді апамның жанында тұрған, жан сарайын түсінетін, сонау балалық шақтан бірге иық тіресіп өскен құрбысыдыр ардақты ағайын. Bir қол ұрып қошеметтеп қойсаңыздар болады. Апамның қасында еркелеп тұрғаннан кейін енді бір жақсылап тілек айтыңыздар апа. Айзада бақыттысың ғой. Әлде де бақытың баянды болсын. Немерелеріңді жақсы құдағи болып, бәрін орналастырып, жақсы құдағи болып, әдемі балаларыңа жақсы әлде де тәрбие беріп, өмірің ұзақ болып, берекелі, мерекелі отан болып, бәрінің бас иесі болып отырғаныңа құтты болсын. Иә, Алла, әлде де саған өмір тілеймін, жақсылық көр. Балаларыңның, немерелерің тойында болып, солардың бәрін өз қолыңмен ұзатып, бақытын көріп, бақытты балаларыңды ұзатып, соған тілектеспін. Апа, енді сіз апамның бала күнгі құрбысыз ғой. Өзі құрбылардың өзі қызығы таусылмайды. Бірақ енді апам осы жақсылыққа кеңеліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның табаны тиген жерге барып ардақты ағайын, қағбада тұрып, қаншама дұға қылды. Сол кезде апаммен бірге барған өш жерде Ділбара ханым бар. Сол кісіге де бір тілек ұсынсақ деп жатырмыз. Апа, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын апаңыздың. Қадірлі әпке, қобалжып тұрмын. Бүгінгі қуанышыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Осындай той жасап отырмын бала шағаларыңызға,
бақ береке ынтымақ берсін алла тағала, сізге ұзақ ғұмыр берсін. Осы аман жаным кішкентай кезінен паше білем, балам екеуі дос болды. Осындай анаңды құрметтеп, осындай той жасағаныңа Алла разы болсын. Алла бақ береке берсін жанұяңа. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Ұзақ ғұмыр өмір сүріңдер. Ақ жауығың өте адал адам. Сол ақ жауығың екеуің, әсел екеуің ұзақ өмір сүріп, бала шағаларының рахатын көріп, осындай тойда қыздарың бәрі қуаныш болып, біз со әпкеміз екеуміз куәгер болып тұрайық. Келесі жыл тағы қажылыққа барайық, я? Аумин, үлкен рахмет. Ал енді ардақты ағайын, қалғанымыз апамның 80 жылдығында сөйлейміз деп келсе қалай болады деп адым осы. Үлкен көкеме берейін, апамның бөле інісі, аға, той құтты болсын. Айзада әпке, тойың құтты болсын. Бән жақсылық, аманшылық тілеймін. Осы балдардың қызындардың немерелері шөпер, қызығын көр, ойнап, ауырма, бәр жақсылық айттарын бәрді менді Рахмет көкем. Енді мен ағайын ренжімеңіздер, апалардың енді аяғын ауыртпайын. Қалғамыз 80 жылдықта сөйлейміз, төрт көзіміз түгел сөйерде тұрамыз ағайын. Дұрыс па? Алла амандығын берсін. Ал енді бір естелікке апа, ортаға суретке түсейік, келіңіз. Аға апам, айнанайын. Фотограф, сен менің есімдесің. Апа, құрбыңыз шақырып жатыр, суретке түсейік та дейді. Қасында тұрсын дейді. Ал енді тойдағы қайтсын деп нағашылар енді бір билейміз деп жатыр ардақты ағайын. Енді мен бұл кісілердің көңілін қайтарғым келіп тұрған жоқ. Сондықтан ұл қыздар нағашыларды ортаға шақырып бір билеп көңіл көтерем десеңіздер, мархабат сіздерде. Ал әуезді ән нағыз талантты музыканттардан құралған Инсар бэндтің еншісінде. Жіберген аттың басын. Берекеті баршамыз ортада, той құтты болсын, көңілдірек кәне.
молодцы. Өте керемет, рахмет, үлкен алғыс айтамыз. Енді бір сәт алды басарыңыз, алды дастархан төрінен көрсетіңіздер. Құрметті достар, алдағы астарыңыз әмді болсын. Біз енді әуезәнге кезекті берейік. Тағы да бір керемет қазақтың құнды әнімен тағы да бір сусындап алыңыздар ардақтағы ағайын. Мен айтам, өзі жақсы ән жүректегі күміс қоңырау деп. Осы бір күміс қоңырауды сыңғырлатып, жүректеріңізге жылылық ұялататын нағыз талантты музыканттардан құралған Инсарбет. Мархабат, қабыл алыңыздар. Кеттік жеге. Көздерінің қарасы, осылардай қастарының қарасы, жан қарасам жалын атқан ақ жүзі, алаулайды қанданмен таласып сырғалы. Кімге болсын сүйгімде бір баласы, көңілімді баурап алып барасы. Жаннан келге талас баласын сырғалы. Қиялдан шайып тегілестінген көз арман, кез боп келсең ертелі кешері көзді алмадым. Өзгерес өзімді ойлап жүреді, түсінерде бір қазақтың жүрегін сырғалы. Uzaqdın qızlardı, vaqt çaylı əmdirge şırğasan, onaqdardıq qoyub bağğan ustardı sırğalı. Qiyalğan şayır tegil üstüngen göz arman, kez bop gelsin ertele geçseri gözde alman. Özgerimiz özünde oynap Sünnerdə bir qazaqdın жүрегін сырғалы. Көп рахмет.